Желкеде, лопатада бізде полный жабысып қалған анамызда. Әсіресе мойын жақ, сол жақ бетім қатты көп ауырады дейді. Яғни мына жерде бізде полный қысылып қалған нервтер. Нервтер неден қысылып қалады? Бізде мына жерде застой пайда болады. Застой неден? Бізде остеохондрозбен, ет пен терінің арасында суық тұрып қалғандықтан бізде застой пайда болады. Ол застой бізде остеохондроз деп аталады. Еш шатастырмаңыздар, тұз деген вообще болмайды. Адамда тұз деген вообще болмайды. Бұл жерде застой неден пайда болады? Қан айналым дұрыс жүрмегендіктен, лимфа бізде дұрыс өзінің қызметін атқармаған кезде лимфа жасушалар міндетті түрде бізде осындай застой пайда болады. Ал застой бізде не пайда болады? Гарба пайда болады. Гарба пайда болған кейін бұл жерде полный денедегі керек емес заттардың барлығы осы гарбаға жиналатын болады. Көбінесе осы жерде гарбасы бар адамдар ойлайды тұз бар деп. Қателеспейміз. Ол тұз емес, тағы да айтамын. Тұз емес, ол бізде застой, яғни лимфа жасушалары бізде қан айналым дұрыс болмай жатыр. Сондықтан міндетті түрде біз бұл анамызға, жас анамызға бір жағынан шілде терін шығаратын боламыз, бір жағынан емдік нүктелі массаж жасап беретін боламыз. Ем болсын дейміз.